Всем здравствуйте! Мы с вами продолжаем тему родительного падежа. Сегодня мы с вами рассмотрим, как же меняются прилагательные в родительном падеже. Құрметті мені күзетіп барушылар, тыңдаушылар, бүгін біздер сіздермен родительный падеж темасын давам етеміз. Яғни келбеттілердің родительный падежде өзгеруін көріп шығамыз. Өткен сабақтарда біздер атлықлардың өзгеруін көріп шығып едік. Так, мужской род. Қараң, новый день, таза күн. Утро нового дня. Таза күннің азаны таңы десек дұрысырақ болар, сорақ шығады. Так, қараң, күн деген сөз күннің болып өзгерді ма? Демек, алдындағы таза деген келбеттік сөзіміз обязательно өзгеруі керек. Әтібар берген болсаңыз, келбеттіліктер винительный падежде жанлы атлықларменен мужской родта қандай өзгерген болса, бұл жерде тап сондай болып өзгеріп тұрыпты. Просто родительный падеждің бір парқылы жері, родительный падеж атлықларды жанлы һәм жансызға айырмайды, жанлыға да жансызға да тап сондай қосымталар болады. Женский родты көріп шығамыз. Әтібар берген болсаңыз, бұл жерде келбеттіліктер предложенный падежде женский родтағы қандай өзгерген болса, тап сондай болып өзгеріп тұрыпты. Қалай айырамыз, не болып кетті деп қорықпаң, қаулықпаң, сіздер ізіндегі атлықтан айырып аласыз. Яғни сіздер атлықларды дұрыс қойған болсаңыз, алдындағы келбеттілігін беймәлер қоя аласыз, һәм керек жерінде дұрыс істете аласыз. Бұл жерде артықша түсіндіріп отыру шарт емес деп ойлаймын, себебі бұл уже тәртібі бойынша 4-ші сеплігіміз. Менің түсіндіру, үйрету методикамды әлі қашан біліп алдыңыз, үйреніп алдыңыз. Бірақ бір әтібарыңызды қарататығын жерім бар. Қараң, синий стол. Екі именен біткен келбеттілік его деген қосымтаны алады. Ал бірақ сонда неге русский язык дегенде ого алып тұрыпты. Именно СК деген суффикс бар рус тілінде. Русский дегендегі. Сол СК суффиксі бар келбеттіктеріміздің барлығы қағидаға бойсынбай ого алып кетеді. Например, экономический факультет. Студент экономического факультета. Экономика факультетінің студенті. Ядып қалса бұл қағиданы. Бұл қағида СК суффиксі басқаша өзгереді деген тек мужской родта. Қалғанларында беймәлел һәммесі қағидаға бойсынып кете береді. Және бір әтібарыңызды қарататығын жерім, қараң, мужской родтағы атлықларменен келбеттіліктер қандай болып өзгерсе, средний родта тап сондай болып өзгереді. Бірақ ізіндегі атлықлар енді сәл басқаша. Және бір айтып кететұғын нәрсем, бұл жерде келбеттіліктерде сондай. Келбеттіліктеріне сұрау бере жақ болсаңыз, родительный падежде бірінші атлығын айтып алып, кейін сұрау бересіз. Например, имя родного брата. Имя родного брата. Туған ажағамның аты. Қандай ажағамның аты? Деп сұрай жақтыз. Имя, қараң, бізде родного дегенге сұрау беріп атырмыз. Имя какого брата. Бұл жерде де бірінші сұрау беріп аласыз, кейін, бірінші тиісілі затты айтып аласыз, кейін уже есін айтып сұрау істете бересіз. Алжаспаймыз, әтібар қаратамыз. Имя родной дочери. Имя какой дочери? Имя родной дочери. Имя деген тиісілі зат бірінші болып айтылады. Теперь немножко на русском. Если вы заметили, здесь прилагательное меняется как с одушевленным и существительным в винительном падеже. Но, так как здесь есть еще одно существительное, то вам несложно будет отличать, где винительный падеж и где же родительный падеж. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что прилагательное в единственном числе, как в мужском роде, так и в среднем роде, меняются одинаково. Здесь ничего сложного нет. Так, только когда вы еще хотите задать вопрос прилагательным, здесь тоже вы должны учитывать то, что принадлежащая вещь или человек должно быть на первом месте. Потом уже идет вопрос, то есть этот вопрос прилагательного относится же к существительному, да?
к хозяину, так скажем, просто так, а так грамматически не так говорится. Поэтому сначала идет вот эта принадлежащая вещь или человек, и уже дальше потом продолжаете вопрос. Я верю, что мои уроки вам нравятся. Если в методике или вам что-то непонятно, когда я вам говорю на русском, или, может быть, я быстро говорю на русском, вы можете все ваши предложения написать в комментариях, или же можете обратиться в наши все социальные сети, в Инстаграм, Телеграм, каналы. На этом все. До свидания.